Сәлем қыздар, бүгін шек қарыннан котлет дайындаймыз. Шек қарынды суда 40-50 минут қайнатып аламыз. Суыған шек қарынды ет тартқыштан өткіземіз. Үккіштен өткізілген сәбіз бен пиязды қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, дайындалуы өте жеңіл, оңай, дәмі де ерекше дәмді болады. Еттен жасалған котлеттен ешқандай айырмашылығы болмайды. Котлеттерімізді ұнға аунатып, қолымызбен нығыздап пішін береміз. Табада қатты қызған майға котлеттерімізді екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Котлеттеріміз өте дәмді шығады. Сонымен қыздар, дәмі де ерекше болып шығатын, түрі де ерекше, жасалуы да ерекше котлетіміз дайын. Осы котлетті жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Егер де видеом ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып, каналыма жазылыңыздар. Алда сіздерді түрлі рецепттер күтуде.